аспаннан жауған ақшалар турасында айтайық. 5-ші бөлім деп қабылдаңыздар. Ең жақсысы менің алдымдағы кескіндерімді көріп шықсаңыздар, менің не айтып жатқанымды тіпті де жақсы түсінесіздер. Осыдан 7-8 жылдың алдында болса керек, бір досым екеуміз аяқ астынан бір тор бекетін тауып алдық. Мен енді өзім теңіз шаңғы кәсібін оқығам, сосын енді кішкене тордан зат сатып алып айтып бүткенді, ол кезде көп адамдар пайдалана бермейтін, білетінмін. Сонымен жаңа тор бекетке кіре қалсам, шіркін ай, дүниенің барлығы тегін жатыр екен ғой. Біз өте қымбат қалып жүр екенбіз. Әлгі осы бірнеше мың юанға киетін сусар ішіктеріңіз бірнеше 100 юанмен тұр ғой әлгі жерде. Сонымен қалтамызда мандыған ақшамызда жоқ. Екеміз әлгінің ішін ақтарып, бәрін арақтарып, берақтарып, әлгі осы жерде бізге керек емес дүние жоқ сияқты деп айтты дегендей, барлығын алғымыз келді. Бірақ енді соңында енді жұмысты бір кішісінен бастап көрейік дедік та, сол кезде мен жағы досым анша-мұнша жаңағы жайма базар дейміз ба, соны істеп жүрген. Мына байпақты сатып алайық деді, өйткені оның ішінде бір керемет маркалы байпақтар бар екен. Енді әдетте ол байпақтарды 20-30 юаннан, 10-15 юаннан сатылатын байпақтар екен. Сосын әлгі байпақты сол жерден біз 40 тиыннан алдық. Ой, топқа деп ойладық енді. Топтық сатып тұр, сондықтан алайық дедік. Екеуміз әйтеуір жаңқалтамызды қағып жүріп, төңкеріп жүріп, 1100 юан ақша шығардық. Енді адам алданайын десе бар ғой. Мына ұйғыр кісілерде мынандай бір мақал бар. Жігіт үйленетін кезде көзі соқыр болады, қыз үйленетін кезде құлағы керең болады деп қояды екен да. Сол секілді жағдай болды. Әлгіге біз осы лапылдадық, өртендік. Соныменен 1100 юанымызды ала салдық, әлгінің дүкенінің сатушысымен хабарластық. Қағида бойынша электрондық сауда сол электрондық тор бекетте жүрілуі керек. Бұл қағидада енді. Біз сол қағидадан аттап өттік. Ақшаны жаңағы адамның жеке касына салып бердік. Осы бәңкеге барып ақшаны салғанша қолды-аяққа тұрмай кеттік. 1100 юанымызды салып бердік. Енді ол бірталай жылдың алды, оның үстіне қалтамызда бір ақша жоқ кез, енді өте көп ақша болмағанымен біраз соққы болады ғой, қалай айтайық. Сонымен салып жібердік. 1100 юандық байпақты алдық. Сонымен қиялдақ қоямыз, енді бұл байпақ келсе шіркін ай бір 5 сомнан сатып, жаңағы 450 тиыннан пайдасын көрсеттік. Содан 2 күн өтті, 3 күн өтті. Бұл заттың ана тор бекетке қарасаң шықты деп тұрады. Дән-қауын сұрайын ба еді. Өзім де бір жақсы сенбей тұрмыз енді. Сонда да жаңағы сынақ қой біздік. Сонымен дән-қауын сұрадым ғой, сөйтсем, әне берем, міне берем деді. Содан бір күні тұрдым дағы, үйге кетіп бара жатқам. Әй, шыңдей дедім да, жугын ипауға пияны алдаған болсаң мені. Жүзе шо дедім. Мен бірінші рет алданып тұрған жоқпын десем, әлгі айтады. Ой, алаңдама дейді. Мен затты салып еттім. Содан ертесі тағы хабарлассам, маған не демейсіз бе? Дән-қауын сұрасам айтады. Ой, ол затты сендердің ауданға жете түргел тұрған бір машина бар екен, содан сап жібердім деді ғой. Содан күліп жібердім әлгіге. Біз оны Шанхайдан алып тұрмыз ғой. Сонда Шанхайдан, мен мына Шинжаңда тұрам, Шинжаңның мына бір ауданына, сол Шанхайдан төте жүргел тұрған машина бар ма екен десем, ой, бар екен деді ғой. О, өтірігіңе береке берсін, болды, рахмет дедім, алданған екенсің дедім. Енді ойлап көріңіздер, бұл жерде бізде бірнеше түрлі қателік болды. Біріншісі, өте арзан дүниеге шынайы сендік. Бұл біздегі ындынның бізді еліктіргендігінің бейнесі болды. Ал екіншісі, біз ақшаны сол тор бекеттің өзінде жолдамай, тор бекеттің өзінде қауіпсіздік деген дүние болады. Анау ақша, мысалы, не үшін майын жыфыбауды жасады деген кезде, бұрында жыфыбау жоқ кезде адамдар міне осындай ақшаны төте соның қасына салу арқылы, ол зат салу арқылы істейтін болған. Бірақ жыфыбау сол кезде жаңағы Алибаба не үшін дамымады деген кезде, ортада осындай бір сенімді жағдайдың болмағандығы үшін дамымағанда. Ал енді кейін майын Францияға барғаннан кейін сол өңірдегі осындай бір жыфу текшесінің ортада бар екендігін, яғни тор бәңкесінің бар екендігін байқағанда. Содан кейін дереу Алибабаның жағы техникалық бөліміне телефон беріп, сендер маған қалайда осындай бір жуандиянды жасап шығыңдар деп бұйрық берген. Содан барып жыфыбау жарыққа шыққан. Біз тордан жаңа зат сатып алған кезде, мысалы, не үшін біз Таобао Алибабалардан сатып алсақ қауіпсіз деген кезде, өйткені біздің ақша, біздің затымыз қолымызға тигенше тор бәңкесінде тұрады. Тор бәңкесінде тұрады, сосын біз мына жерде ченшоу қыламыз, яғни затты тапсырып алып қол қоямыз ғой. Сол кезде барып ақша
жаңағы қарсы саудагердің қолына тиеді. Не осындай бір кепілдік болғандығы үшін ғана бұл тор саудасы дамыған. Ал енді тор саудасы екен деп біз барлығына да жаңағындай көзсіздікпен ұрына берсек болмайды. Енді оның ішінде де қазір енді техника дамып кетті, алдамшылардың түрі де көбейіп кетті. Тіпті сіздің есіңізді аударатындай дәрежеде, бірақ осы жерде тағы да сол көңіл бөлетін дүние, әсіре арзан болуы қиын екіталай дүние. Өйткені қазақта да бекер айтқан жоқ, арзанның жілігі татымайды деп. Ол сізді қайтеді, ана ындыныңызды, нысабыңызды осындай пайда көз, мысалы, оңай олжаларға қызығатын адамдар болады, мысалы біз секілді. Соларды қайтеді дегенде баурау үшін арзан баға қояды. Екіншісі, ортада жаңағындай сенімділік болмайды. Осындай жағдайында біз оңай алданып қаламыз. Қысқасы, аспаннан ақша жаумайды. Енді мен келесі мазмұнда қазіргі кездегі мынау осы өздеріңіз енді трансяу деп жасыздар, әртүрлі жалғамалы сатулар дейміз ғой енді. Солар турасында мен нақтылы бір түсінік берейін. Егер тыңдағыларыңыз келсе, гуанчжоу қылып қосылып қойыңыздар. Енді мен не үшін бұл жағында айта аламын деген кезде, мен осы тіке сату саласы болсын, жаңағы электрондық сауда саласы болсын, мен ұзақ жыл жұмыс жасадым, және өзімнің де оқыған кәсібім осы электрондық сауда. Сондықтан мен бұл жағынан сіздерге көбірек дүниелерді айтып бере аламын деп ойлаймын. Мәселе тор саудасын істемеу керек емес, істеу керек, ал бірақ ұрынып қалмау керек. Бұл бірінші шарт. Жақсы достар, гуанчжоу қосылып қойыңыздар. 记得关注再走哦。